сіздің біздің жанымызда не қалады сонда? Сіздің біздің жанымызда жасаған жақсы жаман амалымыз қалады екен. Осы дүниеде не жасадыңыз? Сол жаныңызға келеді. Бекер айтпайды. Қабірге кірген кезінде дейді, пайғамбарымыз айтады. Сауал жауапқа келген періште кірсе, намазы оң жағынан, оразасы сол жағынан, садақасы жан жағынан келіп, әлгі екі періштені кіргізбейді дейді. Сен бұл кісіні қинауға ақың жоқ деп. Содан әлгі екі періште Аллаға жалбарынады. Я Аллахым, сен маған бұйрық бердің мына кісіге сауал жауап қыл деп. Мен сауал жауап қыл алмай тұрмын, не істеймін дегенде, көркем суретпен келіп ризашылығын сұра дейді. Риза болса, сауал жауабын алып кет дейді. Қарасаңыз. Сол үшін намаз оқып, тақуа болған адам туралы айтылғанда бекер айтпайды. Омар халифа туралы сахабалар айтады, жандағы достар айтқан. Жұрттарды өлген кезінде жаңалдегі мүнкар нәкір келіп, екеуі, ей, Раббың кім, дінің не, пайғамбарың кім деп сұрап жатса, Омарға ол екеуі кірген кезінде басын иіп кіреді. Омар ол екеуін отырғызып қойып, ей, діндерің не шығар деп күледі екен дейді. Неге? Өйткені ол кісінің тақуалығынан да, ол кісінің сондай дінге деген махаббатынан солай сұрайды. Ал бір сахаба айтады, Бәкір әл-Музани деген кісі айтады, сахабалар туралы. Әбу Бәкір ешкімнен намаз, ораза жағынан озып кеткен жоқ дейді. Жұрт қатары намаз оқитын, жұрт қатары ораза тұтатын, бірақ ол жүрегінің ішіндегі затпенен озып кетті дейді. Мынау иманменен озып кетті. Иманы бұл кісінің жоғарылығы сонша. Омар, мен деген Омардың өзі басын иетін. Бекер емес қой, білесіз ол туралы. Мен Әбу Бәкірмен жақсылықта таласып жүретін едім. Бір күні пайғамбарымыз кім жаназа оқыды десе, мен деді. Ей, кім ауырған адамды зиярат қылып келді деді, мен деді. Кім садақа берді деді, мен дейді. Біз әлі таң намазын оқып отырмыз дейді. Сол кісі соның бәрін үлгеріп келіп отыр дейді. Сонда барып түсіндім дейді. Біз Әбу Бәкірге жету қайда деп айттым дейді. Расында да Әбу Бәкір өзі жасап, көп істі жалаң аяқ жүріп, өзі істеп жүрген сайын жанында Омар жүріп айтатын, Әбу Бәкір, көп істерді өзің жасамай бізге бұйрық берші, өйткені өзіңнен келетін адамды қинап қоясың дейтін. Себебі Әбу Бәкір өлсе, жұрт айтады ғой сосын, ей Омар, Әбу Бәкір өзі істейтін, сен неге бұйрық бердің дейді ғой. Сол үшін айтатын Әбу Бәкірге, Әбу Бәкір, түсінем, Аллаға деген иманыңды, тақуалығыңды, сен бірақ басқа мұсылман бауырлар өзіңнен кейінгілерге де рахым қылсай, өзің істеп жүгіре бермеші дейді, бізге бұйрық берсей дейді. Яғни бұл кісілер, осы сахабалар, өзінің қайырлы амалдарына соншалықты мықты болғандығынан өзгеге қызғанатын. Білесіздер, Омар бір күні бір кедей бала шағасы көп бір әйелді көріп қалады. Бала шағасына беретін тамақ жоқ, құр қазанды қайнатып тұрғанын көреді. Сөйтіп кіріп келіп, ей, халифаға, Омарға айтпайсың ба дегенде, Омар дегенің кім? Ол өзімен өзі ғой, мен өзіммен өзім, менің жағдайымды ол кісілер сұрамайтын шығар дейді. Бірақ ол Омар ғой, Омарға ауырлық деді ол. Неге сен айтсайшы десе, оған жете алмайтын шығармыз, кіре алмайтын шығармыз дейді. Бұл ауырлық дегеннен Омар айтады, мен қазір келем, сен осы жерде тұр, ана балаларыңды ұйықтатпа дейді, тоқтай тұр. Жүгірген күйі жанына қарауылды алып, сол жердегі қазынаның есігін ашып, ішінен бір қап ұнды, майды иығына көтеріп, өзі арқалап келе жатса, жанында қарауыл жүгіріп жүр дейді. Ей, мұсылмандардың әміршісі, мұъминдардың әміршісі, берсейші біз көтерейік та, берсейші біз көтерейік та десе, сақалыңа шейін ұн болды, май болды, тер деген ағып келетір, тоқтасайшы дегенде, қиямет күні менің жүгімді сен көтермейсің ғой. Қиямет күні менің жүгімді сен көтермейсің ғой. Деп қайта-қайта айтып, ей, сен қияметте сонда сол ұнды мен көтергенмін деп, осы нәрсені де сен алып қоймақшысың ба менен деген екен. Қарасаңыз. Жақсы, қайырлы амал жасаған кезінде бұл кісілер өзгеге бермей, өзі жасайтын.
Жақсы амалдарда таласу деген сол. Қызғанатын бір-бірінен. Жақсы амалды анау жасап қойды, мен де жасаймын деп. Бізде ғой керісінше. Бір адам бір нәрсе жасап жатса, екінші адам қолын қалтасына салып тұрады. Ананы көріп тұр, бірақ қолын қалтасына салып тұрады. Үлкен қария кісі орнынан тұрамай жатса, қарап тұра береді. Жүгіріп барып қолтығынан демеп жіберіп, ата деп аяқ киімін қой жіберу деген жоқ. Қалды олар. Бауырлар, бұның барлығы сіздің біздің жүрегіміздің қатайып бара жатқанынан. Пайғамбардың өнегесі сізден бізден кетіп бара жатыр, түсінесіз ба? Біз пайғамбарды сүйеміз, соның үмметіміз, соның соңынан ерушіміз деген сөздеріміз жалғанға айналып бара жатыр. Жалғанға айналып бара жатыр. Әшейін құр сөзге айналып бара жатыр. Бұл бізге келе жатқан қиямет, біздің басымызға төніп тұрған азап бұл, бауырлар. Мұсылман болып, мұсылманның істегенін істемесе, одан артық қайғы қасірет бар ма? Соңғы сіздің біздің тағы да аттап кетіп жатқан нүктеміз ол ғылым, білім. Ғылым, білім. Қандай қазақтың зиялысын естісеңіз де, мынау қазақтың термелерін естіңізші. Ғылым, білімнің маңыздылығын айтып кетеді. Оның ұлылығын айтып кетеді. Жастарға насихат айт десе, барлығы айтады. Ғылымға көңіл бөл, ғылымға назар сал деп. Бауырлар, қазір еліміз тыныш, жұртымыз аман. Ауылды жерлерде жоқ бұл сабақтар. Аудандық жерлерде жоқ. Мешіттерде шетелден бітіріп, өмірін со жаққа жоқ қылып, уақытын зая қылып, құрбан қылып келген, зая демей қой, уақытын құрбандыққа тастап келген азаматтарымыз жиған тергенін сізге міні деп кітабын ұсынып, сол кітаптан сабақ берейін десе, алдында 5 адам отырады. Қалғандарына, «Ей, сабаққа бармайсың ба? Дін ғылым үйренбейсің ба?» десе, қолым темейді, ақшаны кім табады, баланы кім бағады дейді. Сіздің рызық несібеңіз маңдайыңызға жазылып қойған. Сіз одан артықты таппайсыз бәрібір. Жерді 7 қабат қып қазсаңыз да, аспанға өрлеп шықсаңыз да, одан артығын таппайсыз.